Месси мен Криштиан пенальтиін қоссаң бар ғой, Рональдиньоның бүкіл карьерасындағы голдан асып кетеді ғой анау. Ана 900 голдың бір 700 пенальти емес па ана Роналдудың? Бұл екеуі ертең 2030 жыл чемпионат мирға кеп алмай ма тағы? Кесе бар ғой ше. Сотқа беремін дейді. Сотқа береміз ана, таяқ жейміз ана. Болды енді ойнамайды шығар енді. Жоқ, анау енді сұрақ қойып жатыр ғой 2030 жыл чемпионат мирға келеспесе. Білмеймін енді. Көреміз ғой деп отыр. Қойса, Жексұрын болмай кетіңдер деу керек қой оларға. 39-ға ұятсыздар екен ғой. 43-ке келесің бұл кезде. Айтпа, орнына бір жас баланы жібермейме? Жоқ, енді мойындаймыз. Мессидің де керемет ойнаған зәуірі бар. Әдемі голдар ұрды ғой енді. Жаңа мен қатты қызба мен айтып отырмын ғой. Тура қазір уже бар ғой, жекпөрішті отыр екеуі бар ғой ше. Вообще нервыма жағып жүрген жоқ. Анау Роналдуды енді ақсақал болдың ғой, 41 дейсің ғой, қойсай. Нагельсман Германияның тренерінен үлкен ғой анау. Кім Невеш деген ойнап жүр ғой 2007 жылғы бала. Аха. Роналдо 2004 жыл Еврода ойнаған, анау туылмаған о кезде. Ямалдың папасынан үлкен ғой. Ұялса. Біреудің балалары туылып өмір сүріп футбол ойнап жатыр да, сен әлі жүрсің. Батаңды берді, кетсе аналайым болды. Мансап құмар Модрич та сондай болып тұр ғой. Модрич енді айтып отыр ғой, біттім мен болды, ойнамаймын, осыдан кейін кетем деп болды, түсіндіріп отыр. Қойып жатыр енді. Молодец. Яты бар екен. Ол кішкентай ғой анда даңққа, атаққа чемпион мира болайын деп жүрген жоқ қой ол. Просто футболды қимай жүрді. Содан кейін. Тони Кросс қанша 32 жасында тұрды да қош менде шаршадым деді, кетті де қалды. Ақша да жетеді, өмір де жетеді, өмірден ләззат алсын, басқа нәрсемен айналсын. Брачкасы екеуі подкаст түсіріп жүрген. Қызық қой, басқа нәрсемен айналысу керек. Вовремя кету керек қой футболдан. Жүреді жексұрын болып жастар 40-қа келіп. Бір мақыл керемет ойнап баратса, жүре берсінші, өте әдемі ғой, көрейік дейді. Соны спорт барларға барып, түнгі сағат бір бәледі солардың ойын көретін. Біреу сен өзің ғой соның. Жоқ, енді мен жұмысым болғаннан кейін амал жоқ көремін де, баға беремін. Конкретно айтқанда бар ғой, ойын жоған екеуінде. Шаршаған